Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай ораманан сковородада жасаймыз. Ең бірінші бізге нан илеп алу керек. Суға тұз салып, жақсылап араластырып, оның үстіне жұмыртқа саламыз. Солай қолмен жақсылап араластырып аласыз да, одан кейін ұныңызды себесіз. Қатты болмаса жұмсақ илеуге болмайды. Орташа болу керек қамырыңыз. Міне, тұндыруға қойып қоясыз. Оған дейін начинкасын дайындай береміз. Фаршқа пияз, тұз, дәмдеуіштер қосып, жақсылап араластырып аласыз. Мен қамырымды екіге бөліп жайып бастадым. Осылай сумай құйып, болмаса сливочное масло мен ерітіп, осылай құйсаңыз болады. Одан кейін ортасынан начинкасын салдым өстіп. Рулет қып орап, қойып қоясыз. Сковородаға май құйып, пиязды жақсылап қуырып, туралған болмаса теркадан өткізілген сәбізіңізді салсаңыз болады. Томат қосып, жақсылап араластырып, рулетіңізді сала бастайсыз. Астына кішкене су құйып, рулетің жабыспау үшін соның үстіне саласыз. Видеодағыдай. Маған подписка жасап, лайк қойды ұмытпаңыздар. Ортасына май жағып шықтым, сливочный май. Су кішкене құйдым, жартылай батқанша жарты сағатқа қойып қойдым. Міне, ораманан сковорода дайын болды. Дәмі өте керемет.